Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше осындай начинкамен печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін бөлме температурасында еріп тұрған сары майды ұнға салып, қолымызбен араластырып, крошка жасап аламыз. Осындай крошка жасап алғаннан кейін шым-шым тұз, разрыхлитель, ванилин, қант ұнтағын қосамыз. Қыздар қант салуға болмайды, міндетті түрде қант ұнтағын қолдану қажет. Онан соң жұмыртқаның сарысы, қаймақты салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ осындай қамыр шығуы қажет. Қыздар, жаңа айтқанымдай, міндетті түрде қант ұнтағын пайдалану қажет, себебі қантты, яғни сахарды қолданатын болсақ, ол ерімей қалуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде қант ұнтағын пайдаланған дұрыс. Онан соң бетін жауып, немесе осындай салафанға салып, шамамен 10-15 минутқа қалдырамыз. 10-15 минуттан соң осылай видеодағыдай бірнеше бөлікке бөлеміз. Көз мөлшермен бөлсек те болады, немесе осылай мен сияқты әр печеньені жеке-жеке граммен өлшеп алсаңыздар болады. Шамамен 25-26 граммнан печеньяларымызды осылай бөліп дөңгелектеп алдым. Печеньяларымызды видеодағыдай етіп дөңгелектеп аламыз. Онан соң печеньеға осындай қолымыздың, яғни саусағымыздың көмегімен осылай шұңқыр жасап шығамыз. Жұмыртқаның ағына аунатып, яғни жан-жағын бәрін осылай дөңгелектей отыра, жұмыртқаның ағына, онан соң майдаланған жер жаңғаққа осылай видеодағыдай етіп аунатып аламыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, біздің печеньяларымызды осылай жайғастырамыз. Печеньялар піскен кезде көтерілетін болғандықтан, тағы да осылай ортасын бір тесіп аламыз. Шамамен 170-180 градуста 20-25 минутта пісіреміз. Қыздар, әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан, міндетті түрде печеньялар толықтай піскенше қарап тұрыңыздар. Онан соң суыған соң ортасына осылай начинка құямыз. Мен вареный сгущенка құйдым. Сіздер қалауларыңыз бойынша шоколад немесе нутелла құйсаңыздар болады. Печеньеміз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Балзия ас болсын.